Бәйтерек Астананың негізгі нышандарының бірі. Ол визитный карточкасы десе де болады. Оның биіктігі 1997 жылы салынғандықтан 97 метр. Диаметрі 22 метр. Ал оның салмағы 300 тонна. Вау! Я балам, оған келген қонақтар панорамный визге көтеріліп, осы егеменді Қазақстанның Астананың жаңарған жаңа жерлерін тамашалай алады. Ол әлемдегі ең үлкен шыршалардың бірі болып табылады. Сен балам осы бәйтерек жайында қандай өлең шумақ білесің? Бағаналы темірі адымдайды асыға, көтеріліп көнігі бәйтерек тумасына. Анасы айыпқа қонып қалайсы? Қажетті жүрген пенде кеді? Я. Қажетінде жүрген нексі? Ала аю, мен бәйтерек түзім, сен қайда жүрсің? Мен қасасыда жүрмін. Хан Шатыр ойын-сауық орталығы Астана қаласының сол жағалауында орналасқан әлемдік сәулет өнерінің кестесінен орын алып үлгерген тамаша өнер туындысы. Хан Шатырда британдық Foster Partners фирмасы жобалаған болатын. Оның биіктігі 150 метрді құрайды, аумағы 127 мың шаршы метр. Тағы бір атап өтетін жайт, Хан Шатыр Forbes Style журналының нұсқасы бойынша әлемнің ең үздік 10 эко ғимараттарының тізіміне енді. Мұндай құрметке ТМД елдерінен Қазақстан ғана лайықты болып отыр. Қаладағы ең биік және әлемдегі киіз үй пішіндес ең үлкен ғимараттың құрылысы кезінде пайдаланылған көптеген технологиялар мен материалдар теңдесі жоқ болды. Tamam. Üstünde kurdum, sormayı tapşırmaz. Azap da kırıp, sen kaydasın. Salim мен цирктамын. Астана циркі Қазақстан Республикасының Астанасы, Астана қаласында орналасқан цирк мекемесі. Ғимарат ұшатын тәрелке түрінде салынған. Капитал циркінде цирк өнерінің барлық жанрлары бар. Акробатика, гимнастика, иллюзия, жыртқыш аңдарды, ірі және ұсақ жануарларды жаттықтыру, клоунария және тағы да басқа. Цирктің жанынан өтіп бара жатып, бір велосипедпен келе жатқан алтын клоунды байқамауға болмайды. Мүсінді ертегі кейіпкерлерінің тұтас ансамблі қоршап тұр. Сіз алдағыш алдар көсеге қол тигізе аласыз, ал алпамыс эпосындағы Мұстан кемпір қазірдің өзінде сізді өзінің джунглиіне апаруға ниетті. Ертөстік ата-анасы туралы мейірімділікпен айтады. Олармен сөйлесіңіз, олар жауап береді.